Ауылда ата-енесімен бірге тұратын келіннің жарты күндік өмірі. Қалайсыздар? Бүгін мен обедке дейін не істеймін, соны сіздерге көрсететін боламын. Менің таңым 6:30-да атады. Сол уақыттарда тұрамын, одан кейін үйдегілерге шай беріп, үйдегілерді жұмысқа шығарып салғаннан кейін балам екеуміз ғана қаламыз. Сосын мен айран сүттерімнің барлығын осылай жайғастырып аламын. Әдеттегі бірінші сүтті пісіріп аламын, одан кейін айранды пісіп, майын алып, артынша айранды қайнатамын. Қазан ошағымның алдын аптасына бір мәрте жақсылап осылай лайсөкпен жуып, 2 күнде бір ысырып аламын. Әйтпесем алды өте нашар болып кетеді. Одан кейін тірліктерімді бітіріп, тауықтарды шығарып, тауықтарға жем беріп, кішкене өзім жүрегі жалғап алдым. Одан кейін посудалардың барлығын фук етіп жуып, газымды, шәйнегімді тазалап алдым. Сосын суыған сүтімді айранмен ұйытып, айран өте керемет болып ұйыпты. Сонымен ұйытып алдым. Сосын үйдегі жиналып қалған шашықтарды, кірлерді тазалап жуып алдым. Бірінші шашықтарды ыстық суға порошок сабын салып жібітіп қойдым. Мінекей тап-таза болды. Сосын обедке үйдегілерге жалбыз қосып, кішкене қаттама жасадым. Обедке дейін осы тірліктердің барлығын істеп алдым. Ал қыздар, видео ұнаса парақшама тіркеліп қолдап кетіңіз. Ауылдың келінін қолдап кетсеңіздер, өте қатты қуанып қаламын. Менің күнделікті тірлігім осы. Маған көбісі ауылда ата-енемен қалай шыдап тұрасың деп жазып жатады. Менде ешқандай қиындық жоқ, Аллаға шүкір, бәрі жақсы. Ал сіздер ата-енемен ауылда тұрар ма едіңіздер?